Сәлеметсіздер ме, құрметті 10-шы сынып оқушылары. Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қоғамдық гуманитарлық бағытқа арналған БЖБ тапсырмаларын талдайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде екінші тоқсанға арналған бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Бөлім прозадағы көркем ой бөлімі, Жүсіпбек Аймауытов Ақ білек романы бойынша жиынтық бағалау. Ақ білек шығармасындағы кейіпкерлерге мінездеме беріңіз. Кейіпкерлер бойындағы ерекше қасиеттерді жинақтап, шығармадан мысал келтіріңіз деген. Ақбілек кейіпкер, ал мінездемесі бұл Ақбілек нәзік, өмірден соққы алған, тағдыры күрделі, бірақ өмірге деген жігері жоғары қыз. Ол азап пен қиындықты бастан кешсе де үмітін үзбейді. Ерекше қасиеті қайсарлығы мен төзімділігі, жағдай қандай қиын болса да өмірге деген сүйіспеншілігін жоғалтпайды. Шығармадан үзінді. Ақбілек әкесіне мысал болды. Оның тірі қалып көзге күйік болғанына бармағанын шайнап зығырланар еді. Мұқаш өз мүддесін ғана ойлайтын екі жүзді адам. Адамдардың көзінше жақсы болып көрінгісі келеді, бірақ ішкі жан дүниесі тұрақсыз. Ал келесі бізде ерекше қасиетті екі жүзділігі, өзін ғана ойлауы. Мұқаш өз пайдасы үшін кез келген әрекетке баруы мүмкін. Шығармада Мұқаштың адамдарды алдап арбауы туралы бірнеше тұстар бар. Ұрқия салт дәстүрді, намысты жоғары қоятын адам. Оның тәрбиесінде мінездің беріктігі мен сабырлық байқалады. Намыс қойлығы мен ұятты жоғары қоюы. Қиындықтарға қарамастан адами қадір қасиетін сақтай біледі. Ұрқияның мінезі өз ортасына тән салт дәстүрді қатаң ұстанумен көрінеді. Екінші тапсырма, мамырдайдың орыс талқылаған қызын қара деп ақсақалды көзге шұқыған тәрізденді. Енді ақ білегі әкесіне масыл болды. Бала ұстаған емес, жұртқа тамашалауға маймыл ұстап отырған кісі тәрізденді. Ақбілектің қарғысынан ақсақал масқара боп, абыройынан, адамдығынан айырылғандай болды. Міне, ақсақалдың баласына түзу қарай алмай қашқақтап жүргені сол еді. Қызғаныш, жиреніш, өкініш, аяныш, ызақорлық бәрі ұласып, оның тірі қалып көзге күйік болғанына бармағын шайнап сығырланар еді. Бірақ өз қолын өзі кессін бе, өз ішіне өзі пышақ ұрып жарылып өлсін бе, у жеген қасқырдай іші алау-жалау боп өртеніп шықпаған сүлдесін сүйретіп жүреді. Үзіндіде автор қандай мәселені көтерген? Бұл үзіндіде автор әйелдің тағдырына байланысты қоғамның қатал көзқарасын, әйелге деген әділетсіз талаптар мен әлеуметтік қысымды көрсетеді. Ақбілектің өміріндегі оқиғалар тек жеке мәселе емес, қоғамның, оның отбасына, әкесіне деген көзқарасын өзгертетін сынақ ретінде беріледі. Келесі үшінші тапсырма, автор ойын ғаламдық тақырыптармен байланыстырып өз ойыңызды мысалдар келтіру арқылы дәлелдеңіз деген. Әйелдердің қоғамдағы орны мен оларға деген көзқарас әлі күнге дейін өзекті. Әлемнің көптеген елдерінде әйелдер құқықтарының шектелуі байқалады. Мысалы, әйелдерге қатысты әлеуметтік қысым мен теңсіздік таяу шығыс пен оңтүстік Азияда өзекті. Бұл жаһандық мәселе әйел құқықтарын қорғаудың маңызын көрсетеді. Осымен, құрметті 10-шы сынып оқушылары, осымен біз толықтай тапсырмалардың барлығын орындадық.
Бізде берілген балл 13 балл. Осы 13 балдың толықтай 13 балын алып өттік. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда БЖП-2 тапсырмаларын сіздерге арнап шығаратын боламыз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.